Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздермен арайлым. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін өте керемет болып шығатын капустадан салат дайындаймыз. Ең алдымен капустамызды дәл видеодағы етіп, 4 бөлікке бөліп, 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осылай кесіп құрақ ыдысымызға саламыз. Барлық капустамызды дәл осылай. Мен кішкене көлемдегі капуста пайдаландым. Ол сіздер өз қалауларыңыз бойынша көбейтіп, азайтып жасай бересіздер. Мен кішкентай көлемдегі бір капустаны ғана пайдаландым. Мінекей барлығын осылай кесіп алдым. Енді ыдысымызға салып, дәл мен сияқты етіп, барлығын жеке-жеке бөліп алу қажет. Міндетті түрде барлығын жеке-жеке осылай бөліп шығыңыздар. Қалып қоймау керек. Қалып кететін болса, қазір тұзға өлтірген кезімізде ірі болып қалуы мүмкін. Сол қалпында қалып қоюы мүмкін. Капустамыз сол үшін әрқайсысын жеке-жеке дәл осылай етіп шығасыздар. Егерде менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Алдағы уақытта көптеген түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей капустамыздың бәрін бөліп шықтым. Енді үстінен кішкене дәміне қарай тұз сеуіп, араластырып, енді бөлек бір ыдысымызды алып, оған сәбізімізді дәл осыны терканың көмегіменен теркадан өткізіп аламыз. Сәбізімізді де капустаның үстінен саламыз. Мінекей теркадан өткізіп болдым. Енді тағы бір рет жақсылап араластырып жібереміз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін жарты сағат көлемінде қойып қоямыз. Тозы сіңіп, кішкене жұмсару қажет капустамыз. Мінекей жарты сағат өтті. Енді қиярымызды дәл осылай видеодағыдай етіп, осылай жіңішке турайсыздар. Егерде сіздер сәбіздің, қиярдың көп болғанын қаласаңыздар, көптеп қоссаңыздар болады. Мен аз ғана қостым. Барлық мөлшерін төменге жазып өтемін. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жылдам, тез дайындалатын, өте жақсы жеңетін салаттардың бірі. Нағыз көктемгі салат деп айтуға болады. Үйдегі бар заттардан жасалады. Қазір нағыз көкөністердің өсіп тұрған кезеңі. Мінекей қиярымыздың барлығын кесіп болдық. Енді осылай сарымсағымызды майдалап тураймыз. Енді сарымсағымыз турап болды. Табағымызға салып, үстінен майымызды құйып, оның үстінен түрлі дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бір ас қасық уксусымызды құйып жібереміз. Уксусты байғап құйыңыздар. Жақсылап қасықтың көмегімен араластырамыз. Мінекей, енді салатымыздың бетін жауып, 30-40 минут көлемінде қойып қоямыз. Дәмдеуіштері сіңу үшін. Мінекей салатқа дәмдеуіштеріміз сіңіп, су шығып, өте керемет салат болып шықты. Дәмі де керемет болды, реңі де әдемі болды. Сіздер де жасап көріңіздер.